Қасым-Жомарт Кемелұлы сізді шақыртып жатса, Иә. ол кісімен кездесіп жатсаңыз, Иә. шыныңызды айтыңызшы, қандай бұйымтай айтар едіңіз? Мен елдің қамын айтамын. Мен айтар едім, Қасым-Жомарт Кемелұлы, сізден бір-ақ нәрсе өтінемін мен. Таңертеңнен кешке дейін тек қана қазақша сөйлеңізші, болды. Бүкіл деңгейде. Неге? Өйткені сізге бүкіл қазақ қарап отыр. Тіл оянса, тіл тірілсе, тіл күшіне енсе, бәрі қалпына келеді. Біздің күші, мағжан айтады ғой, кешегі айбынды атамнан дейді, жалғыз мұра болып сен ғана қалдың дейді, қазақ тілі сен қалдың дейді. Біздің бүкіл айбынымыз, анау кешегі дүниені дүрілдеткен ата бабаларымыздан қалған жалғыз мұра тілді. Сол тіл оянбай, қазақ оянбайды, сөзсіз бе? Тілді ояту керек. Тілді тірілту керек. Неге? Өйткені қазақ сөз бар. Ана сүті бой өсіреді, ана тілі ой өсіреді дейді. Сол кезде қазақ әлемдегі ең озық технологиялық ұлтқа айналады. Қазақтың тілі оянғанда. Мен сізге 100 емес, 1000% сізге кепілдік беремін. Неге? Өйткені адамның қиялын шартыратын ол тіл ғой.